Бұрын мұннан бір мезет деген газет келетін үйге. Әкем жазылған екен. Содан оқыған едім. Есімде қалғанына қарағанда маған қатты әсер еткен ау деп ойлаймын. Бір шалғай ауылдық жерде ертеректе болған оқиға екен. Бір қыз бен жігіт үйленіп, ұлан асыр той жасапты. 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізіп, абыр-сабыр адам аяғы басыңқыраған кешкі аппақ-саппақ мезгіл болса керек. Жас келін отауынан шығып дәретке шықпақ болыпты. Бұл жердің қыр-сырын білмейсің деп қасына күйеуі де ере шығады. Жеке отаудан сәл әрігерек бір түп шеңгелдің түбіне қарай жас келін шапанды желем бүркеніп алып кете барады. Ақ көйлегінің етегі жер сызып бұрандап бара жатқан келіншегіне сыртынан сүйсіне қарап күйеуі шеттеп қала береді. Сол мезетте кеште қоюланып ай туады. Шеңгел жақтан үп еткен сыбыс жоқ. Күйеуі дыбыс береді. Тым-тырыс. Сәл тын-тыңдап, ал мен бара жатырмын, дейді. Үн жоқ. Жігіт ақырындап бір түп шеңгелге жақындайды. Келсе жан жоқ. Жаңа ғана көз алдына құманын алып дүзге кеткен келіншегі құмға сіңгендей ғайып болыпты. Жігіт аттандап ауылды басына көтереді. Бүкіл ауыл боп ат тұяғы жетер жерге дейін келіншекті іздейді. Келіншектің ауылына хабаршы шабады. Бүкіл ел жұрт аяғынан тік тұрып іздеу салады. Үшті күйлі бір дерексіз кетеді. Көрдім білдім деген жан болмайды. Сөйтіп күйеуінің дәл көзінің алдында келіншегі ізім ғайым ғайып болыпты. Арада жылдар өте береді. Келіншектен бір хабар жоқ. Жұрттар сан саққа жорып, бұл оқиғаның ізі суып, күдерлерін үзе береді. Неше жаз, неше күз өтеді. Өмір алға жылжи береді. Бір күні кеш қоюланып, түн түнеге түсе бастағанда, сол ауылға алыстан баяу жылжыған бір бейне жақындай түседі. Алғашқыда оны ешкім байқамайды. Тек түннің түнегін әппақ ай қуып, айнала ағарғандай көрінгенде ғана сыртта шаруасымен жүрген бірен-саран адам сұлбаны байқайды. Жақын манда жаяу адам келетіндей ауылда жоқ. Жұрт жиналып, бұл кім екен, жапан даладан келе жатқан деп, жалғыз адамды күтеді. Жолаушы жақындағанда жұрт гу ете қалады. Жапырлап жол ашып, ләм-мим деуге халдері келмей аңырап қалады. Басына шапанын бүркеніп, ақ көйлегінің етегі жер сызып, қолында құманы бар, бұл келген, жоғалып кеткен келіншек еді. Тап бір жаңа ғана түзге шығып келгендей асықпай өз отауына енеді. Он босағаға түзе бүге беріп, уф деп демін шығарады да, бір жағына қарай қисайып, құлай береді. Сол құлағаннан есін жимастан 3 күн жатып бақилық болады. Қыздың әкесі қолынан келген аямай, қызын тірі алғысы келіп, бар бақсыны емшіні жинайды. Еш қайран болмаған сон, көпті көрген атағы жер жарған молда айтыпты. Менің пайымдауымша бұл қыз күн мен түннің алмасу сәтінде көшіп бара жатқан перінің көшіне тап болған сияқты. Күнмен жағаласып ұйықтама, күн батарда жас келіншек суға бармасын, жалғыз түзге шықпасын деген ырымдар бекер емес. Күн мен түн алмасарда әсіресе перілер белсенді болады екен. Бұл сондай періге соқтығысып қалған сияқты. Көшкен перілер өздерімен бірге ілестіріп кеткен. Енді бұл дүниелік адам емес депті. Әрқашан білген дұғамызды оқып жүрейік. Қалайда бір тылсымның бар екені ақиқат.